Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кешкі асқа арналған дәмді тағам дайындаймыз. Голубцы жасаймыз. Ал кеттік, ол үшін етімізді осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және қазанымызды отқа қыздыруға қоямыз. Қазанымызға кішкене май құйып, етімізді қуырамыз. Етімізді қызарғанша қуырамыз. Бізге бір дана пияз қажет. Пиязымызды да тураймыз. Пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды да қызарғанша қуырып шығамыз. Келесі кезекте сәбізімізді осындай майда кубиктерге бөліп саламыз. Сәбізіміз қуырылғанша тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Осындай майда бөліктерге бөлеміз. Ал енді тәтті бұрышымызды қуырамыз. Келесі картошкамызды қосамыз. Бізге 2-3 данасы жеткілікті. Картошкамызды да қуырамыз. Ас қасықпен тұз қосамыз. Және бір ас қасық қызанақ пастасын қосамыз. Қуырамыз. Қызанақтарымыздың қабығын алып тастап, сорпамызға қосамыз. Осылай майдалап тураймыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Қызанақтарымызды қосамыз. Кішкене қуырып алдық. Келесі кезекте су қосамыз. Күрішімізді жуып, жібітіп қоямыз 20 минутқа. Күрішіміз жібіген кезде ыдысымызға саламыз.
және тартылған ет қосамыз. Туралған пияз қажет. 1 дана пияз. Және тұз қосамыз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Тәтті бұрыштарымызды ішін осылай тазалап дайындап аламыз. Жуып аламыз. Бізде қазанымыз қайнап жатыр. Бір қайнаған кезде астын төмен қоямыз. Ал енді голубцаларымызды дайындаймыз. Қатты нығыздамай, осылай салып шығамыз барлығына. Барлығында осылай салып шығамыз. Біз барлығын салып дайындап алдық. Қайнап тұрған сорпамызға голубцаларымызды саламыз. Қайнап шыққан кезде астын төмен қойып қайнатамыз. Ал бізде кешкі асқа арналған дәмді тағамымыз дайын болды. Ас болсын.